Рамазан айындағы ораза ұстаушыларға сый-сияпаттар өте жоғары. Алла Тағаланың бір сауапты 700 есеге дейін көбейтетін уақыт сол Рамазан айында. Кімде-кім дейді, Құран кәрімнің бір әрпін оқыса оған 10 сауап береді. Соны енді ары қарай 700-ге көбейтсе, сол Рамазан айының ішіне кірген кезде, осы мүмкіндікті біз бұрынғы соңғы басқа үмметтерге бермеген, мысалы басқа пайғамбарлардың үмметіне берілмеген сыйлықты Мұхаммед пайғамбардың үмметіне беріп тұрды, қарасаңыз. Рамазан айындағы сауапты амалдар өте жоғары. Барынша келіп тұрған науқанды пайдаланып қолымыз керек. Құр қалды деген сөздер бар ғой. Мысалы, адам қанша жыл өмір сүреді, бірақ Рамазан айында ораза ұстамаса, соншалықты Алланың берген жаңағы сауапты амалдарының нығметінен құр қалды да. Райян деген есік арқылы жәннатқа кіреді деп уәде қылды. Одан тек қана ораза ұстаушылар ғана кіреді дейді. Ал енді ораза ұстағанның бір хикметі біз білеміз, ораза ұстаушы болмайды, сөйлеген кезде дұрыс сөйлемесе дейді. Яғни аузынан жаман сөз шықпауы, адамдарға ғайбат сөз, өтірік сөз, неше түрлі адамға рухани аурулардан өзін тәрбиелей алмаса, оның ораза болмайды дейді. Адамның іс-әрекеті мінез құлқына әсер етпесе, ол ораза ұстаушы болмайды екен да.